Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге ешқандай да қоспасыз дайындалатын және тек қана алмадан жасалатын өте керемет дәмді әрі витаминный пастила жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Дүкеннің пастиласынан мүлдем айырмашылығы жоқ, әрі өте керемет дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен темір табағымызға стаканымыздың жартысындай қылып 50-60 грамм ғана қылып өлшеп суымызды құйып алатын боламыз. Алмаларымызды жақсылап жуып, құрғатып, кептіріп аламыз да шірік, жеуге жарамсыз және дәні бар жерлерін алып, ұсақтап турайтын боламыз. Алмаларыңыздың қалаған сорттарыңызды пайдалансаңыздар болады. Менің пайдаланып жатқан алмамның түрі күздік сары алма. Мен осы сары алмаларды ұсақтап видеодағыдай турап аласыздар. Және де егер сіздерде алма болмайтын болса, жаңа басқа да жемістер болатын болса, барлығын тура осы рецептпен турап жасасаңыздар болады. Енді біздің туралған алмаларымызды жаңағы су құйылған темір табамызға салып, біздің газ отымызға қайнағанша қақпағын жауып, 40-50 минуттай орташа отта пісіріп алатын боламыз. Түбін араластырып тұруды ұмытпаңыздар, әйтпесе жабысып қалады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай 40-50 минуттан кейін біздің алмаларымыз осылай езіліп тұрып, жақсылап әдемі болып пісті. Енді кішкене суытып аламыз да блендердің көмегімен жақсылап ұсақтап езіп алатын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда езгіш қасықты пайдалансаңыздар да болады. Ең бастысы бізде осы алмаларымыздың сырты бәрі толығымен пюре болғанша, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыпқа келгенше ұсақтап майдалап езетін боламыз. Енді кезекте осы біздің дайын массамызды пешіміздің табағының үстіне пергамент қағазын төсеп, осындай үлкен қасықпен 3 ас қасық мен пюремізді салдым. Егер сіздерде осындай үлкен қасық болмаған жағдайда тамақ ішетін үлкен қасықпен 6 қасық қосып жан-жағына жақсылап жағып алатын боласыздар. Егер сіздерде бетін тегістейтін лопаткалар болатын болса, сол бетін тегістеуге де болады лопатканың көмегімен. Енді біздің жаңағы жан-жағының бәрін жақсылап жағыңыздар. Және де бір айта кететін жағдай, қатты жұқа қылып жағуды қажет етпейді. Себебі пастилаларымыз дайын болғаннан кейін орайтын кезде жұқа болғанынан сынып қалуы мүмкін. Сондықтан не қалыңда емес, не жұқада емес, орташа қалыпта видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып жақсылап жан-жағына жауып аламыз да 80-90 градуста 2-3 сағатқа пешімізге салатын боламыз. Және пешіміздің аузын кішкене ашып қойыңыздар. Мен сияқты тряпка немесе басқа бірнеңке тіреп қоюға болады. Толықтай аузы жабылмау керек, себебі біздің пастилаларымыз алмамыз құрғап шығу үшін. Міне біздің астындағы пищевой пленканы алып тастаған кезде осындай қалыпта болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша жақсылап орасаңыздар да болады. Мен аздаған шиппен байлап қойдым, жегінге ыңғайлы қылып. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.